Ассалаумағалейкум достар, бұл Нұр Нұрмашұлы. Біз бүгін UFC-дегі ең жанкешті жауынгерлердің бірі, өлім аузынан 3 рет аман қалған жауынгер жайлы сөз қозғамақпыз. Бұл әрине Британияның атынан өнер көрсететін 66 кг салмақтағы топ 15-ке кіретін Лерон Мерфи жайында болмақ. Лерон Мерфи 1991 жылы 22 шілдеде дүниеге келген жауынгер. Жасөспірім кезінде бұл жауынгер футболмен қатты әуестенген. Алайда оның 16 жасында алған тізе жарақатына байланысты бұл жауынгер өзінің футболдық мансабын аяқтауға мәжбүр болған. Бірақ та жасөспірім кезінде бұл жауынгер Ливерпуль, Манчестер Юнайтед секілді атақты футбол клубтарының академияларында өнер көрсеткен болатын. Жарақатына байланысты бұл жауынгер футбол мансабын аяқтап үлкен психологиялық дағдарысқа түскен болатын. 2013 жылы өзінің достарымен жергілікті шаштараздардың бірінен шығып келе жатып, Лерон Мерфи оқтың астында қалған болатын. Яғни қылмысы тола ауданда бұл жауынгер 3 рет оқпен атылған болатын. Және де 2 оқ осы Лерон Мерфидің бетіне тисе, және 1 оқ бұл жауынгердің мойнына тиген болатын. Бірінші рет Лерон Мерфи осындай үлкен оқтың астына қалған болатын. Осы алған жарақаттарына байланысты Лерон Мерфи өзінің тістерінің орнына мәңгілікке протез қойды, және де оқтың іздері Лерон Мерфидің тілінде мәңгілікке қалып кеткен болатын. Осы жарақаттарынан қайтып келгеннен кейін Лерон Мерфи өзінің MMA карьерасын бастаған болатын. Яғни MMA карьерасы Лерон Мерфи үшін үлкен өмірлік құтқару болып есептеледі. 2019 жылы қыркүйек айында Лерон Мерфи өзінің UFC-дағы карьерасын бастаған болатын. Бірінші кездесуінде ол Дзубайра Тухуевке қарсы өткізіп, бұл кездесуінде тең түскен болатын. Содан бері бұл жауынгер UFC-да өткен кездесулерінде Дуглас Силва де Андраде, Рикардо Рамос, сонымен қатар Макуан Амирхани секілді жауынгерлерді жеңген болатын. 2022 жылдың мамыр айында Лерон Мерфи тағы да бір рет өлім аузынан аман қалды. Бұл жауынгер Манчестер қаласында велосипедпен серуендеп келе жатып, көлікке соғысып тағы да бір рет өлім аузынан қалған болатын. Бұл апаттан кейін Лерон Мерфидің басынан тоқтамай 40 минут бойы қан аққан болатын, және де жедел жәрдем көмекке небәрі 45 минуттан кейін келген болатын. Осыған байланысты Лерон Мерфи өзінің әрбір сұхбатында ол өлім аузынан 3 рет қалғанын айтып отырады. Яғни бірінші рет футболдан алған тізе жарақатынан болса, екінші рет 3 рет оқтың астына түскені, және де 3-ші рет бұл жауынгер осы велосипедпен көлік соқтығысы апатынан аман қалғанын айтып отырады. Осындай үлкен жарақаттардан кейін Лерон Мерфи 2023 жылы шілде айында өткен UFC Лондондағы Fight Night'та Джошуа Кулибауға қарсы кездесу өткізіп, осы жауынгерді жеңгеннен кейін өмірінде қайтадан мән пайда болған атап өткен болатын. Міне осындай керемет жауынгер осы аптаның соңында UFC Fight Night'та өнер көрсететін болады. Лерон Мерфидің қарсыласы UFC-дағы тағы бір аңыз адам Эдсон Барбоза достар. Міне осындай керемет тарихы бар жауынгердің кездесуін жіберіп алмаңыздар достар.